Өмірімде бірінші рет осындай торт жасадым. Қазір кездегі ең қымбат телефондардың бірі iPhone 14-ті осы тортқа салып жасайтын боламыз. Яғни торт сюрприз болады. Алдын ала дайындалған молочная девочка тортының ішіне салатын боламыз. Бұл торт тоңазытқышта 2 сағат пропиткада тұрған. Осылай сыртындағы пленкасын алып тастаймыз. Торттың ішіне телефонды салмас бұрын телефонның коробкасын жақсылап пищевая пленкамен орап аламыз бірнеше қайтара. Телефонды торттың ішіне осылай орналастырам деп шештім. Сондықтан телефон формасымен тортымызды кесіп аламыз. Негізі осындай торт сюрприз 2 рет жасап көргем. Бір рет 200 000 теңге ішіне салып, тағы бір рет 100 000 теңге ішіне салып. Осы жолы да негізі осы тортты жасаған кезде қобалжу болды. Бірақ енді көз қорқақ қол батыр демекші, ең бастысы торт әдемі, дәмді шықты. Телефон формасымен кесіп алдық. Міне ішіндегі торттың бөлшектерін алып тастаймыз. Енді телефонды торттың ішіне орналастырамыз. Осылай жайлап енгіземіз. Телефон енгізгенде сәл торттың осы жан-жақтары басылады. Оны қолымыздың көмегімен, сосын шпательдің, кремнің көмегімен тегістеп жібереміз. Осыдан кейін тортты толық қаптай берсек болады. Обтяжка жасауға арналған кремнің рецепті жақында менің каналымда болады. Барлық торттарды қалай қаптаймыз, сол ретпен қаптап аламыз. Міне осымен торт сюрприз дайын. Өте әдемі болып шықты. Шынымен тапсырыс берушінің көңілінен шыққан торттардың бірі болды.